Қайырлы күн достар, бүгін қысқа сақтауға болатын баклажаннан икра жасаймын. Ол үшін балғын жас баклажандар керек, бірақ менде ылғи пісіп кеткендер қалыпты. Мейлі теріп алдым да жуып, тазартып, орташа кубиктап турадым. Аса пісіп кеткендерінен дәндерін алып тастадым. Содан соң 3 литрлік банкаға толтырып 5 ас қасық ас тұзын қосып, жақсылап араластырдым. Дайын қоспаны туралған баклажанға құйып, үстін бастырып қойдым. Баклажанның әсіресе қатты пісіп кеткендері ащы болады. Тұз су оның ащысын шығарады. 20 минуттан 1 сағатқа дейін осылай қойып, кейін суын төгіп тастаймыз. Баклажан шамамен 1 килограммдай шықты. Ары қарай болгар перецін жуып тазартып тураймыз. Бары осы шамамен 700 граммдай мекен. Сондай-ақ 6 сәбіз бар. Оны орташа күштен өткіздім. Тағы 2 пиязды да орташа етіп турадым. Енді осылардың бәрін бөлек-бөлек қуырамын. Май құйып қыздырылған қазанға суынан сорғыған баклажанды қуырамын. Бір 10-15 минуттай қуырғаннан кейін оны бөлек ыдысқа сүзіп аламын. Артынша осы ыдысқа пиязды салып қуырамыз, шамамен 5-7 минуттай оны да сүзіп аламыз. Одан кейін болгар перецін салып, оны да қуырып сүзіп аламыз. Келесі кезекте сәбізді саламыз. Сәбіз қуырылғанда жұп-жұмсақ иілгіш болып қалады, оны да сүзіп аламыз. Достар, мынау қызанақтарым 1 келіден шамалы асады, мұны да жуып, турап қазанға жөнелтемін. Суы шығып массаға айналғанда үстінен қуырылған барлық қоспаларды салып араластырамын. Дәміне қарай тұз және қант қосамын. Бірінші тұз қосамын, дәмі кірген кезде соншама қант қосамын. Осылай 20 минуттай жай отта қайнатып, бұқтырып қоямын. Одан кейін банкалар мен қақпақтарды стерилизовать етемін. Мұның әртүрлі тәсілі бар. Менің қолданатыным осындай ыдысқа қақпақ пен банканы салып, қайнаған суда 5 минуттай қайнатамын. Міне достар, 20 минут өтті, жақсылап бұқтырылды. Енді бұған мен аздап қара бұрыш, дәміне қарай лавр жапырағын және 1 шай қасық уксус қосып жіберемін. Осылай араластырып, тағы да 10 минут бұқтырамын. Міне осылай баклажан икрасы дайын болды. Банкаларға құйып, қақпағын бекітіп, жылы жерге алып қойдым. Айнұрдың саяжай арнасына жазылып, пікір білдіріп, лайк басып қойыңыздар достар. Асымыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.